Баршаңызға сәлем. Бүгін біз құрт көже дайындайтын боламыз. Өте қарапайым азық-түліктерден жасалады. Ыстықтайды, суықтайды ішуге болады. Көженің түрі өте көп. Соның бірі біз бүгін құрт көже дайындайтын боламыз. Барлық ингредиенттер үйде бар. Өте қарапайым рецепт. Алдымен ол үшін бізге ең басты ингредиент ол құрт керек, ұн, қолдың сары майын қолдандым және су. Алдымен сүзбе құртымызды осылай суға езіп аламыз, жұмсартып. Жаңа қайнатылған құрттан да істеуге болады. Ең бастысы құрт қолдансаңыздар болды. Ұнымызды суға қосып, түйіршік болмайтындай етіп, жаңағы жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін ыдысымызды отқа қойып, жаңағы ұны бар массамызды осы ыдысқа қайната бастаймыз. Үстінен тағы да су қосамыз, өйткені бұл бізге аз. Қоюлығын өздеріңіз байқайсыздар. Біреуге қою ұнайды, біреуге сұйықтау ұнайды. Міне біздің суымыз қайнады, шамамен 2 литрдей су, және осы езілген құртымызды қайнаған суға ақырындап қосамыз. Қосқан сәттен бастап жақсылап түбін араластырыңыздар, өйткені ұн түбіне жабысып қалуы мүмкін. Байқап отырсаңыздар, көжеміз қоюлана бастады. Оны оттан аламыз. Қолдың сары майын қостым, солай дәмдірек шығады, бірақ болмаса жай сары май қоссаңыздар да болады. Құртымыздың тұзы бар болғандықтан келесіде тұзды абайлап қосыңыздар, өйткені ол тұзды құрт. Дәміне қарай өздеріңізге ұнағанша тұзды қосып аласыздар. Менде 2 литрден көптеу шықты. Шамамен 100 граммдай құрт, 3 ас қасық ұн кетті. Көжеміз дайын болды, ішуге болады. Үстінен тағы сары май қосып, ысытып ішсеңіздер де болады. Салқындатып, шөл қандырсаңыздар да болады. Өте тойымды және суық тигенде таптырмас сусын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде жақсы рецепттер сіздерді күтеді. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.